Одан кейінгі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға зиян келтірген жап-жас жігіттер аналар. Екеуі де жап-жас жігіттер. Нубай және Мунаббих деген Хаджаж деген кісінің екі ұлы. Екеуі де жап-жас жігіттер келіп айтады дейді: "Ей Мұхаммед, Аллах тағала сенен басқа пайғамбар таппай қалды ма?" деп айтады дейді. Сенен де басқа күшті адамдар бар ғой дейді. Меккеде бізде Валид ибн Муғира бар, Таифта Урва ибн Мас'уд бар, Ас-Сақафи. Неге сен Аллах тағала таңдап алған? Сенен де құрметті, сенен де жасы үлкен бізде арамыздағы сыйлы кісілер бар ғой, ей Мұхаммед, деп айтты дейді. Және бұл кісілердің тағы бір пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жасаған ауыртпашылықтары тілдерімен келемеждейді екен. Бұлар ертең парсыларды алады, бұлар ертең Римді алады, бұлар ертең осы діннің барлығы басқа жаңағы әлемнің әр тарапына тарайды деп сахабалар мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам отырған кезінде мазақтайды екен келіп. Осылайша бұлар иманға келместен дүниеден өтті. Кім өлтірді бұны? Али ибн Абу Талиб Бәдір шайқасы күні мына Нубайхты дүниеден өлтірген, жаңағы шауып өлтірген екен. Бәдір шайқасы күні Али ибн Абу Талиб Нубайхты өлтірген екен. Осылайша бұлар кәфір күйінде кеткен екен. Енді бұлардың айтып жатқан сөздерін қазіргі қоғамда айтып жүрген адамдар бар. Мыналардың айтып жүрген сөздерін бар ғой, бірақ кейіпкері мен сөзінің арасындағы кейбір нәрселері өзгеше. Бірақ тура сол мағынада айтады. Не деп айтады? Неге араптан шыққан дейді пайғамбар? Неге біз араптың артынан еруіміз керек сонда? Қол болуымыз керек, арап тілін үйренуіміз керек. Неге қазақша не қылмаймыз? Неге қазақша бүйтпейміз деген нәрселер қазір қоғамда көбейіп кетті, дұрыс па? Аллах тағала олардың барлығына баяғыда жауап беріп тастаған. Құран кәрімде Аллах тағала Ан'ам сүресінде ол керек: Аллаху а'ламу хайсу яджалу рисалата. Аллах тағала өзінің пайғамбарын қаяқтан шығарам десе, ол өзі біледі дейді. Араласпай ақ өзің. Неге мынадан шықпады пайғамбар? Неге мынаяқтан? Сенің шаруаң Алланың шаруасына араласу емес. Сенің шаруаң Алланың бұйырған нәрсесін істеу. Бұл жүрегінде дерті бар адамдардың, ауруға шалдыққан адамдардың сұрақтары бұлар. Өтірік патриоттар бұлар. Мінекей осы екеуінің айтып жүрген сөзін қазіргі қоғамда да айтып жүрген адамдар жетеді екен. Сенен басқа пайғамбар табылмай қалды ма, ей Мұхаммед деген сөзді? Араптан басқа да пайғамбар жоқ па сонда? Неге сол жақтан шығады барлығы? Неге біздің жақта да болған пайғамбарлар? Ешбір жерді, ешбір қауымды азаптамаймыз дейді Аллах тағала. Оларға елші жібермейінше дейді. 124 мың пайғамбар барлығы осы жерде жүрген жоқ қой, мына жерде, тек мына айналада. Жоқ, әлемнің қай жерінде адам бар, сол жердің барлығында оларға ескертуші адамдар болған. Ескертуші адамдар міндетті түрде болған. Бұл енді осы кісілердің өмірі.